Айтшы, Қазақстанды мекендейтін жануарлардың ішіндегі ең әдемісі қайсысы деп ойлайсың? Әр адамның пікірі әртүрлі ғой. Бірақ меніңше, ол қарақұйрық болуы керек. Жазғы демалыста ата-анамен бірге Алтын Емел ұлттық паркіне барғанмын. Сонда жолай қарақұйрықтарды бірнеше рет көрдік. Өте әдемі жануар екен. Тіпті суретке де түсіріп алдым. Қарақұйрықты орысша не дейді? Жайран. Бұл сөз орыс тіліне, парсы тілінен енген. Енді түсіндім. Әйтпесе, әртүрлі кітаптардан әртүрлі атауларды оқып, шатасып жүр едім. Бәрібір аңның аты екен ғой. Қарақұйрық біздің шөл даламыздың көркі саналады. Бірақ браконьерлер оларды көп жерлерде жойып жіберді. Осы күні сирек кездесетін аңға айналды. Қазақстан бойынша қарақұйрықтың бірнеше мыңнан тұратын ең үлкен ері Алтын Емел ұлттық паркінде ғана қалды. Енді түсінікті болды. Оларды көріп қана қоймай, суретке түсіріп алғаның сол екен ғой? Иә, жолым болды. О жерде түс тағыларының түрі өте көп екен. Мен де Алтын Емел туралы фильм көргенмін. Сол фильмде табиғаттың әдемі көріністерін ғана емес, әртүрлі аң құстарды да түсіріпті. Қарақұйрықтардың суатқа бара жатқанын көрсетеді. Олармен бірге әртүрлі құстар ұшып келеді. Тіпті қасқыр да жүр. Иә, жабайы табиғатты мекендейтін қарақұйрықтардың сыртынан бақылау өте қызық. Ұлттық парктегі сияқты қауіпсіз жерде жүрсе, адам мазасын алмаса, олар үркіп қашпайды. Жабайы аңдарды миллиондаған саяхатшы келсін. Олардың сұлулығын өз көздерімен көріп, тамашаласын деп қорғайды. Жұрттың бәрі табиғатты аяласа, біздің даламызда қарақұйрықтардың да басқа аң құстардың да саны көбейер еді.